Қоныс таңдама, қоңсы таңда деген қазақта мақал бар. Адамның өміріне мән беретін, көңіліне сән беретін салтанатты сарай емес, көркем мінезді көрші. Осыған дәлел ертеректе болған мынандай әңгіме бар. Бір кісі бір ауылға қоныс аудармақ болып, жарнамалар мен хабарландыруларды оқып, сол ауылдан сатылатын бір-екі үйді барып көреді. Алғашқы үйді барып көріп, үйдің керемет екенін, бағасын көріп, келесі көшедегі екінші үйді барып көрмекке барады. Екінші үйдің жағдайы біріншіге қарағанда нашарлау екен, бірақ бағасы бірінші үймен шамалас болады. Неге бұлай деп сұраған кезде, әлгі үйдің иесі, менің үйім нашарлау болғанмен, көршілерім алтын адам. Бұндай кісімен көрші болған бұл бір бақыт деген екен. Көршіңіз жақсы болатын болса, үйіңізді қымбатқа сатсаңыз болады. Айтайын дегенім ол емес. Менің жақында көршім қалаға көшті. Өте бір сондай керемет кісілер еді. 25 жыл көрші болдық. Сенбедім. Шынын айтқанда көршімізді қимады. Бірақ олар көшетін болды. Көшеміз деген күннен бастап менің ішімде уайым болды. Құдай-ау, ендігі көршілеріміз қандай адам болады екен? Кім болады екен? Қандай адаммен көрші болады екенбіз деген уайым болды. Бір күні көшетін күн де жетті, көшті, алатын адам да келді. Білмейміз, қалай болады екен деп жүрміз. Жоқ, бірақ жаңа келген көршілеріміз де өте керемет адамдар екен. Біздің уайымымыз сейіліп, көңіліміз тынышталып, жаңа көршілерімізбен тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Сіздің де көршілеріңіз жақсы болатын болса, осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Көршілеріңізге. Менің әңгімелерім ұнаса, каналға жазылып, қолдау білдіріп, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Аман болыңыздар, көршілеріңіз де аман болсын.